Қайырлы күн. Бүгін сіздермен мен Іңірбай Омар Ерболұлы, Ақтөбе облысы Байғанин ауданы нөмір 3 Қарагүл орта мектебінің 7 сынып оқушысы. Әке асқар тау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Біз әкелер мен ер балалар байланысын нығайтатын арнайы аудандық клуб ашуды ұсынғымыз келеді. Бүгін осы жоба барысында сыр сұхбатымызды бастаймыз. Бүгінгі сыр сұхбатымыздың алғашқы қонағы Ақтөбе облысының Байғанин аудандық мәдениет үйінің халық шығармашылығы жөніндегі әдіскері, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған тектілерді түлеткен Байғаниннің тума талант ақыны Жеткірбаев Айнабек аға және оның ұлы Асхат ұлағат. Бүгінгі сұхбатымыз әке тірек, бала тілек, ер бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі тақырыбының төңірегінде сөз болмақ. Аға, сұхбатымызды мына сұрақ арқылы бастағымыз келеді. Бүгінгі қоғамдағы әке рөлі, ол қандай болу керек? Әке деген кім? Оның маңызы қандай екендігіне тоқталып өтсеңіз. Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Әке асқар тау, ана бұлақ, бала оның бауырындағы құрақ, жоғарыда өзінің тілге тиек етіп айтып кеткен. Жаңағы бір мұқағалидың бір кереметтей сөзі бар. Қызым болсаң, қырымда қыралайсың, ұлым болсаң, ұлы бір мұрадайсың. Естейсің бе, есі жоқ беу дүние, неге менен сүйінші сұрамайсың дейді. Осы бір сіздер сияқты ұл қыздардың осы бір қандай да болмасын жетістікке, биік баспалдаққа аяқ тіресе, осы бір қуанатын алғаш болып, сағынысып тұратын, алып ұшып тұратын ұлы тұлғалардың тұлғасы, таулардың тауы ол әке. Сөзіңізбен толықтай келісемін. Келесі сұрағымыз, балаңызды тәрбиелегенде ең басты қағидаңыз қандай болу керек? Керемет сұрақ. Жалпы мен інімізге риза болып отырмын. Осы бір қол басындай болғанмен қол қасындай салмақты сөйлі сөздермен кереметті бір сауалдар қойып отыр. Ең бастысы, жалпы жаңағы бір сен балаңа сөзбен айтпа, іспен көрсет дейді, қазақта айтады. Бала сенің сөзің емес, ісіңе қарап өсет дейді. Шама келсе, осы бір балаларымызға оң бағыт беріп, ешкім баласын жаман болу үшін демейді. Жақсы бір оң мен солын айыра алатындай, ақ қараны айыра алатындай, осы бір адам біткеннің ала жібін аттамайтындай, осы бір өтірік айтпауға, кішкене бір жақсы дүниелермен айналысуға, бос уақытын тиімді өткізуге, сондай бір жақсы бір кеңестерімді беріп отырмын. Керемет жауап бердіңіз. Келесі сұрағымыз, ер баланың бойына қандай қасиеттерді сіңіруді мақсат етесіз? Енді жаңағы кереметтей сауал. Жаңағы бір қазақта қанатты сөз бар. Ұл туса ұлт қуанады дейді. Ер туса ел қуанады дейді. Мінекей, осы бір балаларымызға, соның ішіне ұлдарымызға кішкене бір оңды солды тани білетін, ақ қараны ажыра білетін, осы бір адамды құрметтей білетін, үлкенге ізет, кішіге құрмет қылатын, осы бір адам болса екен деген біздің ізгі ниетіміз бар. Қандай да болмасын, ата-ана ешқандай баласына бөтен жолға түсуге, басқа жолға бағыт бағдар беруге ешқандай мүмкіндік жасамайды. Біздің бар арманымыз осы бір ізімізден ерген ізбасарларымыз, ұл қызымыз жақсы бір өнегелі, жақсы мәнді мағыналы, осы бір өзіміз келе жатырған сара жолдан таймаса, осы біздің жолымызбен жүрсе деген бағыт бағдар береміз. Осы бір өтірік айтпау, жақсы бір білекті, жүректі батырлардың, ақындардың отауызы елінде өскеннен кейін оның үстіне қайда жүрсек те тілге тиек қылып мақтанышпен айтып жүреміз, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған өңір деп. Осындай елде туғаннан кейін біздің ұл қыздарымыз кереметтей осы бір аға өнегелдер сияқты жақсы бір қазақылықты қанына, жанына сіңірген азамат болса деген бағдар береміз, ізгі ниетімізді айтып отырамыз. Жауабыңызбен толықтай келісемін. Соңғы сауалымыз, бүгінгі таңда ер бала тәрбиелеп отырған әкелерге қандай кеңес айтасыз? Ал Омар, мен сенің мына бір кереметтей сыр сұхбатыңа риза болып отырмын. Осы болашағымнан зор үміт күттіреді деген менің сенімім мол. Және де жаңа сұраққа ойысатын болсақ, әкелерге айтатыным, жалпы қазақта кереметтей қанатты сөз бар. Мына бір ұлтқа қызмет ету, ол білімнен емес,
мінезден дейді. Осындай бір мінезді, жақсы бір ұлт жанды азаматтарды тәрбиелеп шығарсақ, бәріміз осындай бір кереметтей бір елдің дамуына үлес қосқан іспеттес болар едік. Сөзіңізбен толықтай келісемін. Енді Айнабек ағамыздың ұлы ұлағатқа сұрақ қойсам. Ұлағат, әкеңізден алған ең маңызды кеңесіңіз қандай? Әкем әрқашанда айтып отырады, ешкімнің ала жібін аттама, өзіңе бекем бол, атаңның баласы болма, адамның баласы бол деп. Ұрлық жасама, ешқашан өтірік айтпа деп айтып отырады. Керемет жауап берді. Келесі сұрағымыз, әкеңізбен өткізген ең есте қалған сәтіңіз қандай болды? Әкеммен және де отбасыммен бірге есімде қалған сәтім, бәріміз табиғат аясында серуенге шыққан кезіміз. Оның ең қатты есімде қалған керемет кезі әкеммен бірге балық аулағаным. Ұлағат, сенің берген жауабыңнан мен әкеңмен өткізген әрбір сәттің ыстық болатынын түсіндім. Ендігі біздің соңғы сұрағымыз, сіз болашақта әке болғанда қандай болар едіңіз? Мен әке болғанда ұл-қыздарыма өсиеттер айтып, ақын болу, өз еркің адам болу міндетің деп айтушы едім. Ең бастысы азамат болып қал деп айтушы едім. Жауабыңа рахмет. Жақсыменен өтілген жарты сағат жаманның өтіп кеткен ғұмырындай деп бекер айтпаса керек. Айнабек аға, сауалдарымызға берген тұшымды жауаптарыңызбен келер ұрпаққа айтқан ақылдарыңызға алғыс айтамыз. Сіз секілді отбасының тірегі, қорғаушысы мен қорғаны аман болса дегіміз келеді. Біз ұсынып отырған бұл клубтың жаңашылдығы неде? Клуб арқылы ұлттық тәрбие мен заманауи қоғам талаптарын үндестіре отыра отбасы институтын нығайта аламыз. Ер балалардың тұлғалық дамуы мен отбасы тәрбиесіндегі әкелердің рөлін нығайта аламыз. Әке мен бала арасындағы байланыс, болашақ ұрпақтың мықты рухани тірегі. Назар аударғандарыңызға рахмет.